Сәлем достар, сіздермен бірге қарапайым қазақ арнасы. Бүгін біз сіздердің сұраныстарыңыз бойынша Minecraft Pocket Edition ойынын ойнайтын боламыз. Мен бұның барын өзім выживаниеда ойнап алдым. Кешіріңіздер сіздерге көрсетпегенім үшін. Жалпы оны творческийден алған жоқ. Бұл шын сөзім. Мынаны бұзып тастайық, оны әйтпесе үйді бір түрлі қылып тұр. Салтын етінге болмасақ қарнымыз аш екен. Бүгін мен обзор жасаймын осы FIFA деппін ғой, FIFA-ны көп пісіргеннен кейін. Енді Майнкрафтқа обзор жасаймыз. Обзор жасағанда оны өздеріңіз білесіздер. Обзор жасағанда өзімнің жасаған істеріме сондай болған обзор жасаймын. Біз ініміз екеуміз осыған дейін кейде ойнадық. Үйі, мен содан кейін шахта салдым, ферма салдым. Мынау кішкене болмаса да осындай огород салдым. Іністеп қойды, нәрселер неғып өзім білдім. Фермам достар. Мына қойлардың түндерін қорқып жіберейік. Сәлгіп тұрғанда ножница менде сыныпта болуға тиіс достар. Жоқ. Жайып оны кейінірек жасаймыз достар. Әлі мен сіздерге шахтамды көрсететін боламын. Мен железаны осы жақта көп нәрселер тапқам. Соның бірі золото. Золото таптым. Бірақ алмас тапқан жоқпын. 2 золотаға мен құртып тез золотой меч жасадым. Кирка келмеген соң. Мына жерде мен жаттап алам. Бұл біздің түсетін жеріміз. Және көтерілетін жеріміз. Достар, мен біздің шахтада көп жүрсем адасып кетесің. You never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forget you. Бағана мен сіздерге бірінші частен жақтан екінші нәфті английін қасып ұстапты. Көретін не бастадарын. Еш нәрсе жоқ, қызыққа жоқ тепшік бар екен достар. Гранит өте қынсыз дүние, соқтан оны алуға ешқандай жоқ десек болады. Нәқі көпір жасайық әйтпесе оңай құламасымыздан. Ол достар, железаны қысу керек. Достар, мені қақтысты. Бұл жердің жолдың бір жолы осы тасты бұзу керек. Осы тасты бұзып тастайық. Сіздерге видео қатып көрінсе кешіріңіздер. Ойда видео
темірлерін біз өзімізге қылыш секілді заттар жасайтын боламыз. Достар, кеш болып кеткен екен, ұйықтайтын уақыт болды. Біз ұйықтайтын. Так, енді біз қылыш пен кирка жасайық. Бізге өйткені олар керек болып қалуы мүмкін. Вот, достар, киркада қылыштар жасадық. Так, достар, енді мен сіздерге өз қойларымның жүнін алатын болам. Егер сіздерде шерсть болмаса, шерсть алудың керемет жолы осы олардың жүндерін қырқып аласыз. Мына аяқта неғып кроват тұр десеңіз, өзім екіні мен сетевой ойнадым, бірақ екеуімен бір уақытта емес, екеуімен бөлек-бөлек. Біреуі, білмеймін, неғып екенін біреуі қуып, осы аңдармен бірге тұрам деп шешті. Негізі ақымақ шешім болған сияқты. Достар, мен осы Майнкрафтты түсіруді жалғастыра берем. Ал сіздер лайктарыңызды басып отырыңыздар. Бір апта неғып видео шықпады десеңіздер, мен сіздердің активностьтарыңызды күттім, бірақ мен ойлағандай болмады барлығы. Лайктардың саны да, просмотры да төмендеп кетті. Содан кейін мен тіпті ютубтан кетсем бе деп ойладым, бірақ негізі ютуб идеяның жоқтығынан кетуге тура келген сияқты болды. Бірақ мен Майнкрафт тарттым да, неғып Майнкрафт түсірмеске деп ойладым. Сөйтіп, мені сіздердің сұраныстарыңыз бойынша мен енді осыны түсіріп отырмын. Негізі видео ұзақ болып бара жатқан сияқты. Қазір көп созбай аяқтайық бұл видеоны. Мен ертең де егер Құдай қаласа видео шығаратын болам. Ертең шығаратын шығармын, достар. Алайда толық сенімді емеспін. Ал мен тағы бір бізде семена бар екен, мотыга арқылы оны егіп тастайық. Болды. Достар, сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Егер видео ұнаса, лайктарыңызды басып арнаға тіркеліңіздер. Сіздермен болған қарапайым қазақ. Сау болыңыздар.